ассалаумағалейкум. Амансыздарбы біздің ардақты болған аталар. Тіршіліктің бейші той деп, ақсақалын жайқалтып, иманды екенін байқалтып, аталар келді бұл тойға. Ақ жолығын салынып, ақ тілек айтып, қамынып, апалар келді бұл тойға. Тек дүйжерге қызын беріп, тек дүйжерге қызын алып, құдағайлар келді бұл тойға. Тағалайлығыз деп тартынып, пір болуыз деп талпынып, тәйекелер келді бұл тойға. Чачын жасап, жылдырап, атыржыттанып, бұрқырап, жеңелер келді бұл тойға. Қызыл кисе жарашқан, қызы бар қарашқан қыздар келді бұл тойға. Açığın айтам, ұғып ал, құлағыңа түйіп ал. Ар басса ашылып, бер басса чашылып, қазанға етін қайнатып, дастарханын жайнатып, қырғыздың бір ұйытқылы қағда салтыменен келін алып, ұлы кечөйдің башын біріктіріп, ақ баталам деген ниетпенен той беріп атқан Абдырахман атауызбенен Зура ежекемізді дүйбінесіне дүркіреді қол жауылатығында келдіңіз. Албетте, келin алып қыз берсе кереметтің көпіш келсе, ал есендіктің бергесен. Көрінбесең жақшылық, уыл үйліп қыз шығар деген қызда тұрғанда. Анда келіңіздер, бүгінгі күнді ұтқылық. Ұлы кешілігі барымыз орнымыздан тек тұрып келіңіздер. Ұлы кешілігі барымыз орнымыздан тек тұрып. Бүгінгі күніміздің себепкері, бүгінгі күніміздің күнөкерлері, мынаке алдыңыздарға Урмат мырзаменен бермет келіншегімізді. Қырғыздың қағда салты білен Cihazları bizden Aysiza eşikimizde koştu olsunda kavul altımızda tuğanlar. Қарагеліңіздер, ebe ruhsat болса, орныңыздан орын алып беріп қойыңыздар. Мүмкін болса, мінеки бұл жаққа келін алып сүйініп атқан той иелері. Абдырахман атауыз бенен Зура апамызды шақырып қойып келіңіздер. Той иелері келін қойыңыздар. Ал ebe дүйнө жүзіндегі адамдардың бардығы білен, адам үшін аспандағы құдай олу. Бүгінгі тойға келген қонақтардың бардығы білен, бүгінгі қонақтар үшін тойымызда құда олу. Мүмкін болса біздің хан құдамыз Нұрбек құданы, жана Гүлзат құдамені шақырып қойын, қолы шағып қойылы келіңіздер. Бәрекелді. Құдамы келіңіздер. Өкіл ата өтасам, өкіл емес қайнатам. Өкіл балам үшін жақшы ниет, жақшы күні жайлатам деп, өкіл ата болып шайладып атқан біздің құрматты өкіл атамыз, Жеңіш өкіл атамызды, Жазайым өкіл апамызды шақыралы келіңіздер. Қолды шағып тұрады. Табды ұлы тағынағай болықты, тағалайына бербеттей қыз жолықты. Келініне ұлына ұйман берсе деп тілеп, апакевіз қамдап қойған аппақ шайы жолықты туғандар. Келіңіздер қырғыздың қағда салты менен, келген келінімізге ақ жолығын башта салады. Айқы қол шығарып тұралы, бетін ажалда ақ жолықты башта салады. Ақ жолығы башынан түшпеген, келген жерде ұйманды келіндерден болып деп тілек ұстаған. Тегел жерде алтын бар десе жүгіріп барып қастыңда, аны сатып жырғадың ары беріп астыңда. Алтыныңда байлығыңда бейіш болып бер алмай, бейіш деген ата-ененің таманының астында. Қана келіңіздер, ата-енелерге, өкіл аталарға бір салам беріп қойды туғандар келіңіздер. Қағылайын қалың жұрт, сүйінші айтам сүйіні бұл, құлағын тыңшап өйлі бұл. Қырғызды айтады екен, ақ қыздың ағынан емес, қара қыздың бағынан. Қырғызды айтады екен, келін келсе қырғыздар аябайлы қуанады. Ақ жолығын салып бетін ашып, көңілі деп сұрадады. Келген келінден маңдайы шашырап тұрғандай, маңдайы жадырап тұрғандай көрінеді. Күйеміне күйімді көрінеді, тұрмышына білімді көрінеді. О жаратқан, түфай, келінді арам суықтың көзінен сақта, көр албағанның сөзінен сақта. Қайненесіне икемді болсын, өз қызындай сүйкімді болсын. Айланайын бермет келін, жөтеліп қалса урматпай жөней тұрған келін бол. Аржыл сайын роддонға жөней тұрған келін бол. Төртті бешті төредім, елі мыңнан арып болды. Төребейім деген сөзіңді айтпай тұрған келін бол. Келген жеріңде ылайым, күн шыққаншаны жатпай тұрған келін бол. Қырғыздың салт санасын сақтай тұрған келін болды бір бол шамалы тұрғанда. Қырғыз айтқан екен, керегем сағайтам келінім сен ол. Илгертіден қыз бала бөтен бір өсі, жақшы
Şılakay jar bolup berse ırazı bolot kүйөсү. Kelgen жериңдин шартына көнүккөнчө чынагын айткандарым эсиңде болсун кагалайын чырагым. Жаш келинге таандык сапаттарды сактагын, келген жериңде эрте туруп күн чыкканча жатпагын. Болор болбос сөз уксаң төркүнүң айтпагын. Кайгана кайненеңди өз ата-энеңдей көр. Алардын кеңеш насаатына көңүлүңдү бөл. Сүйлөсө укмаксан болуп капалатып алба, сыйлап алкышын алып назарына калба. Урматтын бир туугандарын жакыным деп бил, жакшы мамиледе болуп табышкын тил. Улууларды урматтап, астынан аттап чыкпагын, ар кимдин сөзүн укпагын. Босого аттап чыкпагын, бөтөндүн сөзүн укпагын. Илгеркилер айткандай, айлантып камчы салдырба, атага наалат алдырба. Эңкейтип камчы салдырба, энеге наалат алдырба. Ылайым, урматты иттей кылып бак. Эртең менен түштө кечинде тамагын бер бак. Жасаган тамагың дандуу болсун, жашаган турмушуң шандуу болсун. Чуатып туруп уул кызды ылайым, кубантып жүр эл журтубузду деп бир болчу калдырмада. Ал эми келин алып сүйүнүп отурган Абдурахман ака сизге айтарым. Эч нерсени тукмай жок, эч нерсени укмай жок. Эми үйдө келин бар, эрте менен кечкисин шортикчен чуркап чыкпай жок. Жакшы сөздөрдү айталы. Айлар өтүп арадан жыл мезгили келгенде келиниңе тектөрөсүн, ак бешикке берөсүн. Ал неберең чоңоюп мектепти көздөй жөнөсүн. Жолдо ойноп баратып жоготуп алсын көрөчүн. Көрүнгөн жерди тиктеп жүр, көлчүккө түшүп калдыбы деп ылайым көрөчүн таппай издеп жүр. Алладан менин суранчым, алардын көргөн кубаныч ичинде бир болчак койду тургандар. Ал эми келин алып сүйүнүп отурган биздин Зура апа. Азырынча үйдөгү жумуштардын баарын өзүңүз эле кылыңыз. Төшөк үйдүн иштерин өзүңүз эле жыйыңыз. Кир деген идиш аякты өзүңүз эле жууңуз. Кудагайыңыздын көзүнчө башыңызды ийкеп туруңуз. Анан үйгө жетип алган соң өз билгениңизди кылыңыз. Дагы кыргызда айтат экен. Келин жаман эмес, келиндин барган жери жаман. Келин жаман эмес, келиндин кайненеси жаман деген сөзгө калбаңыз. Жагы келген келинге үйдөгү жумуштун баарын курус этип салбаңыз. Себеби келиндин колдуусу жолдуусу, иштүүсү күчтүүсү, мыктысы табарманы биларманы, кечинде кеч жатып эртең менен эрте турганы, уйсаганы, идиш аяк жууганы бир жылсыз билинбей койбойт. Андыктан бир жылдан соң биздин Гүлзат Кудайга чалып, сиздин кызыңыз мага ыймандуу келин болду деп сүйлөгөнбүз туугандар. Ал эми кызын башка жерге бөтөн элге бүлөө кылып берип отурган Нурбек атабыз менен Гүлзат Кудайыбызга айтарбыз. Кыргызда айткан экен, айтты арман кызды неге жаратты экен, жаратып туш жака таратты экен. Чоңойтуп ырахатын көрбөгөн соң бербет деген кызды биздин Нурбек атабыз урмат үчүн бакыт бекен дейт туугандар. Жок, андай эмес. Казанга от жакпайын жеңелерибиз иш болбойт. Бардыгыбыз эле билебиз, аппак каарсыз кыш болбойт. Купуялуу сыры бар, күн кирбейин жылдыз жиш болбойт. Кылым карыткан кыргызда күйөөгө тийбес кыз болот. Колдонбалы. Кыз деген колдон чыккан куш болот дейт, туура болсо бакытсыз да туш болот дейт. Эки жаш бири-бирин баалай билсе, жашаган түлөгүнө кут болот дейт. Кут түшкөн тойдун көркү күз болот дейт, жолуңдун калгандагы из болот дейт. Байырдан келин алып кыз беришкен, кудалык сыйдын башы сиз болот дейт. Эки жаш ынтымактуу жашап турса, кудалык мамиле да түз болот дейт. Кудаларга болчу ала тургандар, кудаларга. Ал эми биздин жеңиш өкүл атабыз менен жазайым өкүл апабызга айтабыз. Мынакей 9 ай көтөрбөй, 9 күн толготпой уул кыздуу болуп отурат. Өкүл ата менен өкүл кыз өкүл ата үчүн лотереядан утуп алган машинага айланат туугандар. Кут болсун, жакшы тилекти айталы. Өкүл ата өкүл апаларга кудагайлардын урматына бир кызга кол чаап коюпту. Кыргыз айткан экен, көл үстүндө пароход ары бери чайпалат, келиндин кандай экени бир жылдан соң байкалат. Бир жылдан соң байкалат десе айланайын бермей жүрө бербей кайкалап, эртеден кечке иш кылдым жата бербей чалкалап. Кыскасы эрте туруп кеч жаткан кайненеңдин колунан ишин алып нанкапмын деп кол чаап койду туугандар. Урмат мырзага айтарбыз. Жаштык кес жаңы кийимдей эскирсе калат кийилбейт. Аялың турса ийилип коесуң кантип ийилбейт. Ийил. Анткени бербет сенин укум тукумуңду улап, сенин жашооңду курап, сенин ата-энеңе өзүнүн ыстык чайын, ыстык нанын берип жатам туугандар. Эки жаш бактылуу болсун деп бир болчу болду. Туугандар жакшы болсо,
бардым дейді. Бүгінгі тойымызды бір туғандарменен ашып алады. Тойды ашып беріп қою сөзіне шақырады туғандар. Келіңіздер, қол шағып қойыры, туғандарға қол шағып қойыры. Емил, Василия Вайкева, келіңіз. Мен, аналар, құдағилар, бағыңызға құлдығыңыз бар. Ет күлгін түлгі себет, иш орған күлгі себет дегенге туғандар. Мен жақсақай бір тұрмыштан алынған анекдоттордан айтып берейін. Жақса күліп отырыңыз, жақмаса қол шағып отырыңыз туғандар. Келіңіздер, сөйлештік пе? Bir apamız balasını üretip dur tuğanlar. Balasını üretip dur. Ana kendini erkek öğretik, erkek. Kaynenesi gelinle aynı odat değil. Ay gelinim. Evi buradaki erkek öğretim. Balamdı mağa ver, ben geçinde koyumu alıp jatayım. Dese kendini kaynenesine aynı odat değil. Yok apa. Balanı ben size beri almayayım. Sebebi balanı ben 9 ay götürdüm. 9 gün tolgattım, kıynaldım, töredim. Özüm alıp jatam dep, özümün komnatasını alıp gitmedim. Anam kaynenesi içine gelip ben buradan kayn köş alsam dedi da, oylanıp ketip, orundan sektirip durup bak. Ay balam, bergendiler. Sen özünün balasını canına çağırıp, sen bana keyin күнүгө меймени жатасың. Мен сени 9 айда төргөм, кыйналып төргөм бала. Өзүң комнатасың. Арадан 2 күн өтүп, 3 күн өтүп, баяғы келіп шолоқта ойнаған, қолына баласын қалмаған, қайненесі келіпті дейді. Апа кешір қойғышты, албаш алғышы деп. Қандай келді? Ол жақ қойыры, қандай келіп қойғышы дейді. Мен сіздерге аябай сұлтан адам. Жақшы отырасыздар, қол жақ отырасыздар, күліп жайнап отырасыздар. Азыр сіздерменен бір жақсақай разминка қылып алады. Мен қолымды мұндайдан көтеріп жерге тышлаған моментте барлығы жоқ, бірі де жоқ қол шағымыз. Келешекте сіздер де жоқ. Дайынбыз ба? 1, 2, 3. Жоқ, андай. Быдыр болмайды. Мен қолымды түшірген моментте бұлай. Тақ, болды. Қылғанда күшті бе? Кеттік әрмесе. Яқтан, бір бала ұзаттап қылғанда. Жоқ, мен ұқсаңыздар, мен қолымды түшіргенде біріне жол чабауыз ошонменен болды. Болды. Ана қайра көтеріп түшіргенде чабауыз болды. Ана мен қолым өткенде бат-бат чабауыз. Кетті, шынып кетті. Азыр эме 2 жашты орда тұрғызып қойып. Азыр 2 жашты ушундай қол чабуулар менен берген көрөсүз. Биз қол чабабыз, сиздер жетелешип 2 жаш келесиздер. Ана эмесе сүйлөштүкпү? 1, 2, 3. Кандыр? Momçayın gözünce ant benim. Azır ben ekonomuzlara bir kuplеттен ыр айтам. Ыр айтқаннан кейін мен сізге микрофонды сұнам, микрофон сұнғанда сіз башыңызды иіп ақылымды қойыңыз. Түсіндің бе? Ана сіз. Азыр бірінші Бермет айтып отыр. Ұғамыз. Урмат деген жігітке жубай болып тұрамын. Қайната қайненеме қызматымды қыламын. Жетпей қалған нәрсені ары көзді ептеймін. Қаншалық мені ұрсаң да түркінбе кетпеймін деп тыңды баш. Қол жауады. Түркінбе кетпеймін. Қалай ме? Урмат айтып отыр. Урмат айтып отыр. Ақырын тыныштықты сақтайды. Жақшы жердің қызы деп сені алдым. Байқамастан тұтқынға түсіп қалдым. Мен шынын айтсам дағы, еш уақытта сені ұрмаймын. Түнді бала ойғанса, ойғытпы мені тұрмаймын. Ол жауады.
Азыр bir жакшылыкай oyun зоокулалы. Aramızda men ayağıma korkpayım деген erkekler var mı? Hazır tuğanlar momdalabız bu жерге men ayağıma korkpayım деген байекелimiz келdi. Hazır momdalabız. Тынчылаңыз. Men ежегерде суроо берем, сиздер чын жүрөк менен жооп бериңиздер. Эгерде алдасаңыздар күйөөңүздө кыйналып калышы мүмкүн. Анда эмесе кетип кетчи. Kүйөөңүзгө канча процент ишенесиз? Ишенесиз? 90%. 90% кол чабар. 100% кол чабар. Сиз 200%. 200%. Кол чабар. Сиз 50 турганда. Байке беремиз. Негизи кыргыздын кандырында эгерде аялың сага 50% ишенсе, сен ал аялың менен жашабаш керек. Жок, турдуңуз. Азыр момдалабыз, айымдар. Сиздер белгилеңиздер, мырзаланып каласыздар, айымдар келебиз, айымдар. Айымдар келебиз, келиңиздер. Аялыңыз 5 жол. Келиңиз, баштадыган эмес. 1, бат. 2, 3, 4, 5. Құдай бұйырса, бермет төрөсі, сіз жолыңызға көтересіз. Аныңыз чын. Біз қырғыздар ырымчылға тұтылғандар. Ежеке, сіздің адыңыз кім? Лариса жеңе. Сіз азыр мындай қыласыз. Музыка болады жай. Ақырын жай баспараста барып берметті қолынан тұрғызастам да ішіне ішіңізді тигізіп болсын, ырымдапшы. Ішіне ішіңізді тигізесіздер деп қолынан бері келеміз. Şimdi sizler kol çaprazlar durmadı. Gittik anamıza. 1, 2, 3. Gittik. Şimdi. Kol çapraz duralım. Hop. Hey. Hop. Жеңе келсе. Азыр момдалабыз, бұл арғымақ. Атты ушундайдан имебиз. Имебизде кетебиз да. Берге келебиз да. Урма, бүгүн сенин тоюңда soyulgan жылқының етінен жедік дейсіз. Сіз башты дейміз, қайда тұрғызда. Бұлай серуыз дейді, өте ақша чағып кетпейміз. Қана келіңіз бәйт керек. Қаншалық терең болса да түбі бар екен. Bir жакшылакай аягында жакшы ниет менен ак тасталгонго бүгүнкү тойдун себепкерлерине батабызды берели. Кыргызда айткан экен, келиндин кебетеси эмес колунун берекесин тиледи. Мына келген келиндин колунан берекеси төгүлсүн туугандар. Дагы кыргыз айткан экен, уулуң келиниң жакшы болсо уулуңду кайра төрөйсүң, жаман болсо келиниң өз уулуна өгөйсүн деген. Келген келиндерибиз жакшы болсун деп тілеп. Уул кыздары келинин
Жақшы болса, жердің үсті жақшы, уыл қыздарын келінің жаман болса, жердің асты жақшы деген. Мына біздің уыл қыздарымыз жақшы екен. Абдурахман атамыз менен Зура апамызға жердің үсті той болады туғандар. Ол чақ қойып. Айнадан Зура ападағы айтқан екен, келінің жақшы болса, еш нәрсені ойланбайсың. Жаман болса, келінің айла жоқаға оралмайсың. Жақшы болса, келінің жеген жапқананы жұмшақ болады, жаман болса, келінің айтқанын бары ұшақ болады. Жақшы болса, келінің үйдегі жұмыштың бары арылады, жаман болса, келінің уйсай беріп қолың жарылады деп тұрады. Жақшы болса, келінің үйдегі тамақ аштың бары дайын болады, жаман болса, келінің жашай албай өз үйіне көзден қайып болады деген. Мынакей ушул жерден ағарсын, ушул жерден көгөрсүн. Айланайын бербеткен. Кыргыздын сөздөрү барыбызга туп келишет. Келин үйдөгү аркандалуу кут экен тугандар. Ал эми эркек эр токумду болот экен. Мынакей аял киши үйдөн улаганды билиш керек, эркек киши сырттан тапканды билиш керек. Биздин 2 жаш мынакей өздөрүнүн жашоосун жакшы кураган жаштардан болсун дептир. Эми келиңиздер жакшынакай кылып омин деп алаканды жаялы. Омин, омин, омин. Бүгүнкү тойго, бүгүнкү жакшылыкка келип, кимде-ким дасторкондон жакшынакай давамсызса, дегере кимде-ким жакшы кабыл тилек айтса, бардыгы кабыл болуп, келген коноктордун да үйүндө жакшылык болсун. Айланайын келин жат. Жашоонун чырагы өмүрдүн булагы болуп босогон аттадың. Кут болсун деп келгенге жүгүнгүндө өзүң билип көшөгөңдө ачпагын. Куштун тилин куш билет, чакырылбай колокко өзүң каалап баспагын. Ак караны талдай билген, адамгерчиликти арнай билген, салт санааны нарк нусканы сактап. Сен төрөгөн баланын ойногону сака болсун, ойлогону ата болсун. Кайнатаңды кандай көр, кайненеңди жандай көр. Ичери ашык тамагын, отураарга төшөгүн айттырбастан кандай көр. Урмат кылып жалыкпай, кызмат кылып талыкпай купулуна толу көр. Чоң алсынын колдосун, кичи алсынын жолдосун. Айдыбай келип тилегиң алганың болуп тилегиң, ачык сүйлөп, ак сүйлөп, кир чалбасын жүрөгүң. Жакшылыкка жакшылык улансын деп алакан жайдык баарыбыз. Амандык ден соолукту Алладан тилеп турабыз. Айдан аман бололук, жылдан эсен бололук. Кудайым кыяматтуу түнүнөн сактасын, кырсыктуу күнүнөн сактасын. Айтырбай келген жолдон сактасын, көчкүсү чөртөөлөн сактасын. Агызып келген сенден сактасын, ыйманы кеткен элден сактасын. Балкытып кош денеби, бата берем келеби. Келеркиде Омин 4 көстүгөн аман-эсен баарыбыз 2 жаштын бешик тойунда кездешет. Омин. Эми мүмкүн болсо эке ортого чыгып койбуз. Оң колду көтөрүп коюңуз, оң колду. Оң колду. Элимде болсун келеңирээк жака дейт, ак сабасын аттарда көбүрөөк чыксын така дейт. Булактан суу ташуучу үйүңдө болсун чака дейт. Ушуну менен той бүттү, 2 жаштын бешик тоюнда жолугушканча пага дейт. Пага. Кыргыздын ганы жүрөктө кызматка келип төрөлүп, кадырман элим сиздерди тойлордон гана көрөлүм. Жолуңуздар шыдыр болсун, жолдошуңуздар кыдыр болсун, ар бир үйдө той болсун, той болсун, той болсун тугандар тойдо жолукканча.